Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Бүгін сіздерге зонд жұту арқылы өтті қалай тазалаймыз, сол жайлы айтып беремін. Өзімнен тәжірибе қылып көрсетіп бермекшімін сіздерге. Қараңыздар. Бірінші мұрынның ұшынан бастап, тартып, өлшеп, кәдімгі сырғалымнан тартып, кіндіктің тұсына дейін алып келеміз. Сосын пластырмен жақсылап орап белгі қылып қоямыз. Біздер зонд жұтудан алдын кәдімгідей дайындық болу керек. Тілімізді қимылдатпауымыз керек. Кәдімгі тамақтан бір өтіп алса болды. Міне, мен өзімнің аузымды ашып, тілді шығару керек. Тілді қимылдатпай жұта беруіміз керек. Тура сол жаңағы меркамен, пластырмен меркалап қойдық қой біздер. Жабыстырып, қараңыздар. Мен уже кәдімгідей оңаймен жұттым. Соның арасында біздер музыка қойып, жақсылап бір билеп алып, кәдімгідей жаңағы зондтың ұшы өтке жетіп барып, өтті жұмсарту үшін жақсылап денені сергітіп аламыз. Енді біздерге қараңыздар, дәл осылай секіріп, көрдіңіздер ме қалай? Басынан соңына дейін мен өзімде қалай тәжірибе жүріп жатыр, соны сіздерге көрсетіп өтемін. Дәл осылай билейміз, көп емес, бір 10-15 минуттай жүрек айнағанша. Қараңыздар, оң жақ қабырға астында ауырсыну, сыздау, ауырсыну арқаға, оң иыққа берілуі мүмкін. Өтті болған кезде ауызда әшідәм, кекіру, жүрек айну, құсу, іштің кебуі, тамаққа тәбеттің төмендеуі, майлы қуырылған тамақтан кейін жағдайдың нашарлауы, әлсіздік, тез шаршау, кейде іш қату, немесе керісінше іш өтуі мүмкін. Ұзаққа созылса терінің, көздің ағының сарғаюы мүмкін. Дәл осындай жағдайда қатты толып кеткен кезінде, көріп ғой, бауырдың ішіндегі қан тамырларға дейін бауыр кәдімгідей сарғайып кетуі мүмкін. Сосын кәдімгідей асқазан жақсы жүрмегеннен кейін ары қарай ұйқы безге қарап кетеді. Ондай кезде біздер майлы тамақты көп жеуден, ұзақ уақыт аш жүруден, күйзелістен, өттің қоюланынан немесе тас болуынан пайда болуы мүмкін. Әсіресе өтте тас болатын болса, асқазанда жара болатын болса, яғни язва болатын болса, ешқандай да зонд жұтуға болмайды. Сосын жүректе операция болған болса, жүрек нашар болатын болса, ешқандай да зонд жұтуға болмайды. Мына көріп тұрғандарыңыздай, егер сіздерге түсінікті болса, көріп тұрсыздар ғой, кәдімгідей осы бауырдың сарғаюыны, ұйқы бездің май басуы, бауырдың май басуы, өттің қатты ауырласып толып кетуінің алдын алу үшін осындай зондпен тазалау арқылы кәдімгідей біздерге өтті босатамыз. Өтті босатқаннан кейін сондай жеңілдік болады. Мен қараңыздар, сразым жұттым, қылғаннан кейін, дененің сергітіп алғандан кейін ыстық грелканы оң жақ қабырға астына қоямыз. Кәдімгідей өт жіпсініп, мен қараңыздар. Мен өзім бірінші рет кәдімгідей пациенттерге қойып жүргенмін. Өзімде бір тәжірибе қылып, осыны қояйын деген үмітпен сіздерге шығарып отырмын. Қараңыздар, кәдімгі майлар ағып жатыр. Біздің негізі жеп атқан тамақтарымыздың барлығы майлы тамақтар. Ет бар ма, бет бар ма демейміз, барлығыны жеп, тауыстып, кекіріп, сосын ешқандай да біраз жүріп, ондай не қылмаймыз да, тамақты әзім қылу үшін. Сразым ұйқымыз келіп жатыр ма, сразым ұйықтай саламыз. Қараңыздар, ағып атқан өттің қоюланғаны соншалық сап-сары болып, мұсырлар деген ағып. Қазір мен бұл видеода неше адамға қойғам, солардың көпшілік бөлігін шығарып көрсетемін. Көбінесе қараңыздар, өт толған кезде ешқандай да препарат ішсеңіз көмектеспейді.
Мен сіздерге мысалға айтайын. Урсалеп, урсасан, көбінесе эссенциал, гептрал препараттарын алып жатамыз. Өтті тазалатпастан тұрып, ешқандай да укол препарат алудың қажет жоқ. Міне қараңыздар. Мына апайдағы зонт сразу жұтты. Жұтқаннан кейін кәдімгідей осылай мұсырлар толып шығып жатыр. Көбінесе біздер осындай процедураны 3 күн жүргіземіз. 3 күн жүргізгеннен кейін бауырдағы майларға дейін шығады. Ескендеріңіз болса керек, бауырға май басқан, өт толған, өт қисайған дегенде, міне жаңағы қазір көрген видеоларыңызда 19 жастағы жігітіміз бетіне кәдімгідей жаралар тасып кеткен, денесіне әртүрлі аллергия, псориаз сондайлар шығып кеткен. Тура осындай болып шықты. Ал мына ағамыздың бауырына май басқан, өті қисайған, өт загиб деп айтады ғой. Қараңыздар, кәдімгідей май болып, астына құмдары жиналып түскеннің бәріне. Өздеріңіз көз жеткізіп отырғандай осыларды көріп отырсыз. Міне қараңыздар. Осы құмдардың бәрі жиналып не болады? Бәрі жиналғандан кейін тасқа айналады өтте. Соның үшін өтіміз толса, осындай немен зонт арқылы тазалатсаңыз өте керемет жағдай болады. Әлі мен сіздерге ешқандай зонтсызда дюбаж арқылы да тазалатуды айтып өтемін. Дәл осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер, барлығы басынан соңына дейін тек қана өт туралы, бауыр туралы айтып өтемін. Қарап тұрсаңыздар, сап-сары болып тоқтап келіп жатыр. Бізде бұл жаңаға грелканы қойдық қой, біздер ыстық қылып. Грелканы қойғаннан кейін қою өт кәдімгідей сұйықталып, осы мұсырлардың барлығы шығып кетеді. Әр пациенттен біздер көріп тұрғандарыңыздай кейде 3 лоток, кейде 4 лоток, кейде лоток деп жатқаным жаңағы шишалар, сондай қылып аламыз. 3 күн келгенден кейін арасында сразу клизма жасап та ішектерді әртүрлі шөптермен тазалаймыз. Әртүрлі мұсырлар ішектермен де шығып кетеді. Қараңыздар. Запор. Көбінесе ішке жел жиналады ғой, ішке жел жиналған кезде дәл осылай қылып қойылады. Көбінесе қараңыздар, созылмалы холециститте, өт қабында, өт тоқырап, зонт арқылы алынған сұйықтық қоюланып, қою сары немесе жасыл түсті болады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл өт қабының моторлық қызметі дұрыс істемей тұрғанын көрсетеді. Егер өт жолдары баяу жұмыс істесе, немесе дискинезия болса, сұйықтық мөлдір емес, сары, жасыл немесе қоңырқай түсте болуы мүмкін. Жаңа көргендеріңіздей. Бауырдың қабыну ауруларында, мысал гепатитте өт аз мөлшерде немесе лайланған түрде бөлінеді. Бұл бауырдың секреторлық қызметінің бұзылғанын көрсетеді. Қалыпты жағдайда зонт арқылы бөлінген сұйықтық мөлдір, біртекті және ашық сары түсті болады. Қараңыздар, негізі зонт арқылы жұтынғанда тазалаған кезде грелканы қойып, аяқты велосипед қылып, тепсініп, кәдімгі оң жақ қабырғаны ауыр салмақпен басып не алса, қараңыздар, дәл осылай жасаса, міне өттегі сұйықтық әртүрлі мұсырлар осылай түседі. Жаңағы айтқанымдай, қалыпты жағдайда зонт арқылы бөлінген сұйықтық мөлдір, біртекті және ашық сары түсті болады. Бұл өт жолдарының өткізгіштігі мен бауырдың қалыпты жұмыс істеп жатқанын растайды. Қараңыздар. Афраксиясы 12 елі ішектен бөлінетін өт ашық сары сұйықтыққа ұқсас болады. Қарап тұрғаныңыздай, мен алдыңғы пациенттерді мен өзім
видеоға түсіріп кәдімгідей сіздерді көрсін деген мақсатта шығарып отырмын. Зонд арқылы кәдімгідей жаңағы мен көрсеткендей мұрыннан бір өлшеп, сырғалым құлақтың сырға тағатын жерінен сырғалымға дейін алып кеп, кәдімгі кіндіктің тұсына дейін. Мына жігітте кәдімгідей үйреніп қалған. Арада лоқсу болады. Жайменен тамақ жұтқандай қылып жұта беру керек. Егер лоқсып қатты құсу жағдайы болатын болса, ол кезде жаңағы лотокқа құса беруге болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жігітіміздің процедурасы уже 3-ші күн. Қараңыздар. 3-ші күнде де зонд жұту оңай емес, бірақ өте керемет тазаланады. Ешқандай, міне, көресіздер ғой. Әр зонд жұтқан кезде осылай денені бір сергітіп алып, өт қабына жақсылап зондты жайғастыру керек. Қараңыздар. Біздің жайларымыз әрқашанда осылай дайын тұрады. Міне, бізге ең керектісі бұл банкамыз, таза зонд әлі система сияқты, сосын 20 граммдық шприц, салфеткасымен әр жайымыз тап-таза болып осылай дайын тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, өт тазалаған жер, ішті тазалау, ағзаны тазалайтын жердің барлығы хлорланып, тап-таза болып тұру керек. Дуоденалды зондтау тек диагностикалық әдіс емес, сонымен қатар емдік мақсатта да қолданылады. Бұл әдіс өт тоқырауын азайтып, өт жолдарын тазартып, бауыр мен өт қабының қызметін қолдайды. Алайда процедура тек дәрігер немесе арнайы дайындықтың өткен медициналық қызметкердің бақылауымен жүргізу қажет. Қарап тұрғандарыңыздай, біздер өтті тазалаған кезімізде препараттармен, шөп дәрілермен дайындап барлығыны қолға әдейі құйып көреміз біздер. Қолға құйып, әрбір адамға керекті мөлшерінен құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы айтып өттім ғой мен, егер өт толып, кәдімгідей бауырға май басып кетсе, дәл осылай қып-қызыл, сарғыш болып ағады. Көріп тұрғандарыңыздай. Егер өт жақсы бөлінбесе, дәл осындай түсте болады. Әр түрлі пациенттерден шыққан, бөлінген ұнсырларны сіздерге көрсетіп тұрмын. Дәл осылай грелканы оң жаққа қойып, дәл осылай қылып тазалау керек. Көріп тұрсыздар ғой, қанша мұсыр. Біздердің негізі қазір жеп атқандарымыздың барлығы фастфуд қой, жартылай піскен тамақтар барлығы. Жартылай піскен тамақтар болғаннан кейін өт тез толады, оны асқазан жақсы қорытпайды. Асқазан жақсы қорытпағаннан кейін өт те қорыта оны. Біздерге қорытылған тамақты бауыр фильтрация етіп беру керек. Бауыр да жұмыс жасай алмай қалады. Сосын бауырға май басқаннан кейін ұйқы безге қарай өтеді. Ұйқы безге қарай өткеннен кейін не болады? Ұйқы безге қарай өткеннен кейін кәдімгідей жауырын жақтар ауырайды. Міне, қараңыздар. Шығып тұрған мұсырларымыз. Өтті тазалағаннан кейін адам кәдімгідей жеңілдейді. Жеңіл тамақтану керек. Жеңіл тамақтан қайнатпа сорпа, иләжі барынша жылы су ішу керек. Дәл осылай тартып алып, бері қарай не алғаннан кейін, дәл осылай шприспен таза кәдімгідей жаңағы шөп дәрілерімізді құйып отырамыз, тартып, ары қарай, бері қарай қылып.
Оның ешқандай да қиыншылығы жоқ. Қанша адамдарға жақсылық жасасақ, сонша сауап жазылады. Бұны көріп тұрғандарыңыздай, көбінесе адамдар жоқ, мен зонт жұта алмаймын, мен қиналамын, бұны мен істей алмаймын. Адам істеген адам істейді, денсаулығы үшін дәл осыны істеу керек. Көбінесе біздерде мен зонт жұта алмаймын, дюбаж арқылы тазалайықшы деп жатады ғой. Дюбаж арқылы тазаласа да болады. О дюбаж кімдерге? Дюбаж көбінесе дюбажды жүрегінде ақаулары бар, сосын асқазанда язвасы барлар, асқазанына операция болғандар дюбаж арқылы тазаланады. Қазіргі жатқан апамыз 72 жаста, 72 жасында зонт жұтуға енді бірінші рет келіп отыр екен. Ойбай, апа, сіздікіні дюбаж емес, зонт емес, дюбаж арқылы тазалайық десе, мен жоқ, мен зонт жұтамын, зонт арқылы тазалаған жақсы екен, менің балам келіп кетті осы жерге, сосын ол таза болғаннан кейін, жақсы әсер алғаннан кейін, жақсы болып кеткеннен кейін мен де келіп отырмын деп келіп отыр. Қараңыздар, міне осындай құймаларына, кәдімгідей дәрі препараттарына дәл осылай зонт арқылы өтті жіпсіту үшін, жұмсату үшін біздер осылай жіберіп отырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Әрбір процедура бізде 2 сағат, 1,5 сағат болады. Тура осылай грелканы оң жақ қабырғаның астына қойылып отырады. Егер суы мұздап қалса, грелканың ішіндегі су мұздап қалатын болса, қайтадан жылытып алып келеміз. Қараңыздар, қандай осылай 20 граммдық шприспен тартып отырамыз. Бұл зонтты салғаннан кейін обязательно қолда таза перчатка болу керек. Дәл осылай тартып, жан-жақтама. Көріп тұрғандарыңыздай, бір тартқанымыздың өзіне міне атылып шығып тұр. Осылай арада тартып тұру керек. Жаңа мен сіздерге айтып өткенімдей, егер көбінесе өт толғанда тілден де білсек болады біздер. Тілден қалай білеміз? Егер тіліміз ақшыл, сарғыш, кейде біреулерде қатты өт толып кеткен болса, тіл өзімен өзі кәдімгі реңі, тілді мынау кәдімгідей шығарып көрсет десеңіз, деп десеңіз, кәдімгідей реңі басқаша болады. Сарғыш, ақ түсті, кейде жасыл болғанда да бір басқаша аш түсті жасыл болып тұрады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай менің грелканың үстіне ауыр салмақпен басып, өзі әрекет қылып, дәл осылай шығарады. Міне